Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. Бүгінде сан салалы саясаткерлер, псевдоғалымдар, дипломаттар жан-жақтан қазақтың өз мемлекеті болмаған, қазаққа мемлекетті кеңес одағы берген деп айқайлап жатқан жайымыз бар. Әрине, мұндай сөздердің ешқандай тарихи немесе басқалай негізі жоқ. Бірақ ең өкініштісі, мұндай сөздерге қазақтар лайықты жауап бере алмай жатыр. Себебі қазақтар өз тарихын әлі күнге дейін білмейді. Сондықтан бұл видеоны мүмкіндігінше таратуларыңызды сұраймын. Себебі бұл видеоны көрген кез келген қазақ сол кезде қазақтың өз мемлекеті болған жоқ деп шулап жүргендерге лайықты деңгейде жауап беруге білім алады. Сонымен қазақ мемлекеті нақты қашан пайда болды және қазақтардың өз мемлекеті болғанына қандай тарихи дәлелдер бар? Ендеше бастайық. Ең алғашқы дәлел бұл әрине 1541-1546 жылдары жазылған Тарихи Рашиди кітабы. Бұл еңбектің авторы 1499 жылы Ташкенде дүниеге келіп, өмірінің соңғы жылдарына дейін әртүрлі билік басында болған Мұхаммед Хайдар Дулати. Яғни Мұхаммед Хайдар Дулати қазақ хандығының алғашқы жылдарын және қазақтың ең бірінші хандарын өз көзімен көріп, сан рет қазақтармен соғысып та үлгерген тұлға. Яғни Мұхаммед Хайдар Дулати көзімен көріп, басынан өткергеніне сүйене отырып жазған кітап. Сондықтан да оның сөзіне күмән келтірудің өзі үлкен сауатсыздықтың белгісі дер едім. Міне осы Мұхаммед Хайдар Дулати өз кітабында Керей мен Жәнібек, Шу мен Талас өзендерінің арасында қазақ хандығының негізін қалады деп ашық жазады. Осының өзі-ақ қазақ мемлекетінің бар болғанның дәлелі емес пе? Алайда қазақ халқының қарсыластары Мұхаммед Хайдар Дулатидің кітабына сенгісі келмей, қазақтың өз мемлекеті болғаны туралы басқа да дәлелдерді талап етіп отыр. Олай болса, аяғына дейін тыңдаңыздар. Бұндай дәлелдерді мен сіздерге кеңінен берем. 1509 жылы Мехманнама Бұхара деген кітап шығады. Бұл еңбектің авторы Бұхарада ұзақ жылдар тұрып, қазақ хандарымен көп соғысқан Бұқара ханы Убайдулланың кеңесшісі болған атақты Рузби хан деген ғалым. Яғни Рузби хан да ойдан емес, көзімен көріп, талай рет жорықта болып, бірнеше рет соғысқан қазақтарды жақсы білген адам деуге болады. Сондықтан да оның да сөзіне сенбеу мүмкін емес. Ендеше Рузби хан өзінің кітабында не деп жазды көрейік. Біріншіден, өз кітабында Рузби хан қазақ мемлекеті Еділден Сырдарияға дейінгі аумақты түгел қамтыды деп ашық жазады. Яғни Рузби хан қазақ мемлекетінің бар болғаны тұрмақ, тіпті қазақ мемлекетінің нақты территориясына дейін көрсетіп береді. Сонымен қатар Рузби хан қазақ мемлекетін 19 рет Билад-и Қазақ, яғни қазақ елі деген атаумен, 11 рет Ұлыс-и Қазақ, яғни қазақ ұлысы деп, 8 рет Дияр-и Қазақ, немесе қазақ аймағы деп, 5 рет Мамлакат-и Қазақ, яғни қазақ мемлекеті деп ашық көрсетеді. Егер қазақ мемлекеті болмаса, қазақтармен сан рет соғысқан, қазақтың жауы болған Рузби хан осылай жазар ма еді? Яғни қазақ мемлекеті сол кезде болған, қазақ мемлекеті деп аталған, және де ол мемлекеттің басында хандар болғанын Рузби хан ашық жазады. Әрі қарай кеттік. Енді 1485-1551 жылдар өмір сүрген атақты тарихшы Зайниддин Махмуд Васифи деген адамның Бадаи әл-Уақаи деп аталатын кітабын қарайық. Осы еңбегінде Васифи қазақ халқының болғанын, оның өз мемлекеті болғаны былай тұрсын, тіпті Шу мен Талас өзендерінің арасындағы жерді Қазақстан деп ашық атайды. Ұзақ жылдар Бұқара, Самарқан, Ташкенде өмір сүріп, қазақтарға қарсы бірнеше рет шайқастарға қатысқан Васифиді өтірік алдады деуге тілің бармайды. Яғни ол да көзімен көріп, құлағымен естігенін жазды. Яғни Васифи Шу мен Талас өзенінің арасындағы жерді Қазақстан деп атауына толығымен сенуге болады. Әрі қарай кеттік. 1748 жылы Қырымда
Умдат әл-Ахбар деген еңбек жазылады. Бұл кітаптың авторы белгілі Қырым тарихшысы Абдул-Ғафар Қырыми. Және де осы кітапта қазақтар туралы мәлімет табылады. Мысалы, Абдул-Ғафар Қырыми өз еңбегінде Керей мен Жәнібекті қазақтың хандары деп ашық атап, олар ие болған жерді қазақ жайлағы немесе қазақтың иелі деп ашық көрсетеді. Егер қазақ мемлекеті мен қазақ елі болмаса, Абдул-Ғафар Қырыми өзінің еңбегінде әрине бұлай деп жазбас еді. Келесі тарихи деректі қазақ тарихшылары таяуда ғана парсы мұрағаттарынан тауып алады. Бұл қолжазба Ала-Мараи Шах Исмаил деп аталатын парсы тілінде жазылған Сефевидтер империясының тарихы. Міне осы деректе ғалымдар қазақ мемлекетінің территориясын ашық көрсетіп отырған мәлімет табады. Ала-Мараи Шах Исмаил қолжазбасына сенсек, қазақтардың жері солтүстікте Еділ өзенінің жағасына дейін, ал батыстан Қытай даласына, оңтүстігінде Ташкент таулары мен Баркент жазығына дейін созылып жатты деп көрсетіледі. Яғни қазақ мемлекетінің жері қазіргі Қазақстаннан әлдеқайда үлкен болғанын көруге болады. Сонымен қатар бұл кітапта ең қызығы қазақтың атақты ханы Қасым туралы бірнеше мәлімет бар. Мысалы, Қасым хан Ала-Мараи Шах Исмаил еңбегінде күн нұрындай нұрлы жүзді, Шыңғыс хан Тәжімен тағының мұрагері, Дешті Қыпшақтың ханы Қасым деп аталады. Және де Ала-Мараи Шах Исмаил кітабында Қасым ханның тағы да ашық суреттеледі. Парсы тарихшылары Қасым ханның алтын тағын былай деп суреттейді. Қасым хан айбатты арыстандай таза алтыннан жасалған Шыңғыс хан тағында отырды. Бұл тақтың төрт бұрышы арыстан, барыс, жолбарыс және айдаһар бейнесінде жасалған еді. Ханның басында 70 мың алтын теңге тұратын Шыңғыс ханның зерлі тәжі болды. Сонымен қатар тура осы қолжазбада парсы шахы бірінші Исмаил әскерлері Орта Азияға басып кірген кезде Қасым хан оларға қарсы 700 мың сарбаздан тұратын әскерін аттандырғаны туралы ашық жазылады. Енді ойлап қараңыз. Қасым ханның хан деп аталуы, оның тәж киіп алтын тақта отыруы, қол астында орасан зор территория мен керемет әскер болғаны, осының барлығы қазақ мемлекетінің бар болған дәлелдеп тұрған жоқ па? Ойланып қараңыздаршы. Бірақ біз әрі қарай кеттік. Сол парсы мұрағаттарынан қазақ ғалымдары Сефевид шахы бірінші Аббастың қазақ ханы Тәуекелге жазған хатында тауып алады. Бұл хаттағы ең алғаш назар аударатын жай, қазақтың ханы да, парсының шахы да бірдей атаққа ие. Мысалы, бірінші Аббас құдіреттіліктің, ұлылықтың, бақыттың иесі деп аталса, қазақтың ханы Тәуекел құдіреттіліктің, ұлылықтың, даңқ пен игіліктің иесі деп аталып отыр. Бұл нені білдіреді? Яғни қазақ хандары парсы шахтарымен тең дәрежеде болғанын аңғаруға болады. Ал енді қазақ мемлекеті туралы орыс деректеріне назар аударайық. Иә, орыстардың өзі де қазақ мемлекеті болғанын сан рет дәлелдеп кеткен. Мысалы, 1521 жылы Астраханьда 4 ай тұтқында болған орыс елшісі Зудов Мәскеу князі Василий Ивановичқа жазған хатында мынандай сөздерді көруге болады. А казацкого царя Касыма сей зимой не стало. Яғни бұл сөздерге қарасақ, орыстар қазақтың ханы Қасымды ашық түрде царь деп атап отыр. Және де қазақ хандарын царь деп атаған орыс деректері өте көп. Мысалы, сол 1521 жылы Мәскеудің князі Василий Иванович өзінің қол астындағыларға келесі тапсырма береді. Да казацкую орду ему пытати, кто ныне в казаках царь. Немесе 1535 жылы Ноғай ордасының билеушісі Сейд Ахмет мырза Мәскеу князі Иван Грозныйға былай деп жазады. Казацкий царь Хозяхмет царь с 15 сынами у нас живет. Тағы да бір дерек, 1581 жылы Ноғай елшісі Бәйкеш Теміров жазған хатындағы мына сөздер.
а государя на казацкой орде нет, а есть где у них царевич. 1585 жылы орыс боярлары Швеция елшісі Клаус Окстың өзіне былай деп баяндайды. И казацкие орды царевы Акназаровы дети из казацкой ордою приехали государю же нашему. 1595 жылы орыс патшасы Федор Иванович өзінің хатында қазақ хандығының билеушісі Тәуекелге былай деп хатын бастайды. Казацкие орды тевкел царь. Немесе 1620 жылы жазылған Уфа губернаторы Прончищевтің баяндамасында мынандай да сөздер бар. Калмацким тайчам учинилась теснота великая от казачьей орды, от Ишима царя. Осының барлығы нені көрсетеді? Егер орыстың арасынан ең бірінші болып царь атағын Иван Грозный тек 1556 жылы ғана алғанын ескерсек, яғни қазақ хандары орыстардан да бұрын царь деп аталғанын көріп отырмыз. Және де қазақ хандары Мәскеу князьдерінен жоғары тұрғанын осы фактілер дәлелдеп отыр. Егер солай болса, онда царь деп аталып отырған ханы бар қазақтың мемлекеті болмаған деу әбден сорақылықтың белгісі. Орыстар қазақ мемлекетінің бар болғанына бұрын күмәнданбаған, және де ресми құжаттарда қазақ мемлекетін бұрын орыстар қазақ ордасы деп атаған. Мысалы 1595 жылы елшілік приказдың дьягі Василий Щелкалов Парсы шахы бірінші Аббастың елшілерін қабылдау кезінде оларға былай деп айтады. Многие государства явились государю нашему, казацкая и колмацкая орда, иные многие государства. Немесе 1617 жылы атаман Тюменец пен старшина Петровтың орыс патшасы Михаил Романовқа былай деп баяндауы. А говорят де про те государства, что то прямая казачья орда. Кейін 1628 жылы сотник Севергинде Мәскеуге есеп беру кезінде мынандай мәліметтерді көрсетіп кетеді. Только де государь Чокур Тайша в дружбе с казачьей ордою. Міне, осы жоғарыда көрсетілген деректерге сүйене отырып, орыстар қазақтардың қазақ ордасы деп аталған өз мемлекеті болғанын жақсы білгені көрініп тұр. Сондықтан Толстой, Мединский және солар секілді қазақтардың өз мемлекеті болмаған деп ұраңдатып жүргендерге алдымен сендер орыс мұрағаттарын дұрыстап зерттеп көріңдер, сонда мүмкін көздерің ашылатын шығар. Бірақ қайдан? Путиннің кеңесшісі Мединский мен Дума депутаты Толстой ондай деректердің орыс архивтерінде бар екенін білет деп ойлаймын. Және де біле тұра, әдейі қазақты кемсітуге тырысады деп санаймын. Бірақ біз болсақ, ондай шовинистерге қашанда жауап қайтаруға дайын болуымыз керек. Ендеше осы видеоны барынша таратыңдар. Сонда қазақтың баласының өз тарихына деген көзі ашылып, кез келген шовинистке лайықты жауап беруге дәлелі де болады. Ендеше әр қазақтың баласы қазақ мемлекетінің болғанын, қазақтың жерінің болғанын ешқашан ұмытпау керек. Себебі қазақтың тарихы ең бірінші қазаққа керек екенін ұмытпайық, ағайын.